бүгін қарттар күні. Мына бір нәрсені айтқым келіп тұр. Біз қазір жастар мен қарттар арасында үлкен бір түсініспеушілік бар. Енді ол түсінікті, олар кеңес үкіметінің адамдары, сол заманда өмір сүрді, сол замандарда олар адам ретінде қалыптаса бастады. Ал біз Қазақстан тәуелсіз елде, Қазақстанның тәуелсіз кезеңінде туылдық, сол кезде өмір сүре бастадық. Бірақ қанша жерден түсініспеушілік болғанымен, қанша жерден құндылықтарымыз бәлкім әртүрлі болғанымен, қанша жерден сөзге келіп қалғанымен, адами құндылықтарды, қарапайым сыйластық деген нәрселерді ұмытпайықшы. Мүмкін автобуста қарапайым, егер де ауырып тұрмасаң, егер де шаршап тұрмасаң, онда орын беруден ешқайда ол жерде сен үшін зиян келмейді. Өз таңдауыңды қорғау бір бөлек, өзіңнің құқығыңды қорғау бір бөлек, бірақ болмашы бір нәрсеге олармен ұрысып сөзге келісудің қажеті жоқ. Оларға керісінше құрмет көрсету керек. Әрине біз де қашан бармыз, қашан жоқ екенімізді білмейміз, бірақ олар үшін бұл нәрсе әлде қайда жақын сияқты, кім білсін. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз деп ол кісілерге әлде қайда бір айта алатын шығармыз. Сондықтан да барынша оларды көзіміздің қарашығында сақтайық, барынша оларды қорғайық, сыйлайық, аялайық. Рахмет.